Assalomualaikum, Ahmet köke. Qalaysiz kökejon, yaxshisizmi? Allah'a şükür, Allah'a şükür. Yaxşımın. Avldasizmi, uydasizmi? Bir 5-10 minut suhbat alsak, baya mektebimiz turалы. Жаңа маған bir eski мектептің суреті келіп еді ғой. Dürüst. Қай жылы мектепке кірдіңіз? Қоржынбай ағайымыз бір қысқа бір 10 минут, айтып өтсеңіз, иншалла. Жастарға керек қой, жастарға. Иә. Бұл eski mектеп дегенде жалпы ең eski мектеп, алғашқы мектеп 1933-34 жылы салынған. Ол алғашқы кезде оны асарлап сатқан, оны салған біздің бәріміздің осы шатта отырған бәрінің бабалары, әкелері. Бәрекелді. Иә, ол сөйтіп мектептің жаңа партасын болмай парта уақытында Сәду Ақсақал, Сәду ұста стол, орындық, скамейка жасап беріп, солменен оқыған. Ол мектептің ең бір есте қалатын бір жері, ол 7 жылдық мектеп болды кейін. 7 жылдық мектебі сөйтіп, ол қазіргі сол ғой ескерткіш, Отан соғысының ардагерлеріне арналған ескерткіш тұр ғой. Иә. Сол жерде болды ол мектеп. Ұзынша келген қарапайым кәдімгі қазақы үй болатын, бірақ ұзыннан. Сол мектепте жаңағы есте қалатын бір нәрсе 1941 жылы соны 7-ші класын мынау Сейітхан Байдүйсенов, мынау Ғайыс Еділбаев, кімнің Яғмыстың ағасы, сосын тағы сондай жалпы біз айта беретін Мұратбайдың баласы бар, оның аты қалай еді, тұрсын деді. Сол әйтеуір не керек, 10 шақты оқушы бітіріп, сол оқушы сол жұбыменен армияға аттанып кеткен соғысқа. 7-ші класты бітіріп. Міне сол 7 жылдықты мектептің бір есте қалатын бір жағдай осы. Енді ол мектеп ескірді, не қылды деп 1961 жылы жаңа мектеп деп атаған мектеп салынды. Қазір бұзылып кетті ғой, ол жаңағы қазіргі тұрған мектептің ауласында еді ғой. Ол 1961 жылы пайдалануға берілді. Ол жаңағы 7 жылдық мектептің есебінен салынды. 7 жылдық мектеп деп салынған жаңағы. Бірақ дәл сол жылы 8 жылдық деген программа болып, одан бұрынғы 7 жылдық деген программа өзгеріп, сол 8 жылдық мектеп деп аталды. Сөйтіп ол кезде ол орта мектепке айналды, 8 жылдық мектеп болғанменен. Сөйтіп орта мектеп деп аталып, орта мектеп деген ол ауданда біздің бірлікте жоқ екен, ынтымақта бар екен, ынтымақта. Сол ынтымақ орта мектебін қайтадан 8 жыл мектепке айналдырып, соның орта мектебін алып, бірлікке алып келіп, бірлік орта мектеп аталды. Сөйтіп, сол бірдің орта мектебі осылай 61 жылы пайда болды. Сөйтіп, ол мектепті ол кезде сабақ берген біздің ұстаздарымыздан қазір көзі тірі Аптай бар. Сәйд Насим Аптай бар. Сосын кейін Еденбаева Патима апайымыз бар. Көзі тіріден атамадым. Содан сабақ берген Оңылан апай бар, Оңылан апай. Осындай 3 апай бар. Енді сол Құда қаласа сол кісілердің біз сабағын алдық, тәрбиесін көрдік. Бізге білім берген сондай керемет ағайлар, апайлар еді. Жаңағы Еденбаева Патимаға үйленген Шәріп ағай болды. Шәріп ағай кейіннен
сол мектепті басқарды. Ол мектепті басқаруда Файзуллаев Арасат көп жыл мектептің директоры болды. Әйтеуіп Ақсадық болды. Ақсадықтан кейін мен болдым. Менен кейін жаңағы кейінгі жастар болды ғой. Сөйтіп осындай үлкен елге пайдасы тиген, елдегі оқушылардың сабақ алған, білім алған үлкен ошағы болды. Білім ошағы. Керемет жақсы адамдар сол жерде жұмыс істеді. Мен сол мектепте кейіннен мектепте мұғалімде болдым мен. Еш бітіріп келген жылы орын болмай, сол кім еді ол кезде мектептің директоры Файзуллаев Арасат еді, мені алмады. Сөйтіп Қарашта жұмыс істедім мен. Қарашта 5 жыл мектептің мұғалімі болып, содан кейін барып 1975 жылы ғана ауыстым деген ауылға. Қарашқа жаяу барып, жаяу келдім дедіңіз. Денсаулығымның жақсаруы соның арқасында деп айтып қалдыңыз бір жерде, иә? Жаяу барып келдіңіз? Иә, денсаулығым жақсы болу соның арқасында дейтім. Мен қатынап істедім жаяу. Аха. Күнде ма? Иә, 3 жылдай қатынап, жаяу қатынап істедім сол ауылдан Қарашқа. Алданда ерте шығамын, сол бас жақтан кім шығады? Дүйсенбек ағай. Әпияз Дүйсенбек ағай да сол Қарашта жұмыс істеп жүрген сол кезде. Жас кездеріңіз ғой ол кезде, иә? Ал? Жас кездеріңіз ғой деймін да. Жас кезіміз ғой енді, жас кезіміз сол бар. Сол жүрістің маған сол пайдасы тиді. Денсаулығым менің соның арқасында денсаулығым. Сонда машина жоқ па? Машина мотоцикліңіз қайда, мотоцикл? Ол машина деген ол кезде жоқ. Мотоцикл де жоқ ол кезде. Иә, сонымен кейін пайда болды. Сол 3 жылдан кейін бір мотоцикл бірдеңелер 3 жылдан кейін пайда болды. Иә, оған дейін 3 жыл жаяу қатынап істедім мен. Сол 3 жыл жаяу қатынап істеген маған өмірлік физически дейді ғой енді. Иә. Денсаулығыма пайдасы тиді. Иә, мен одан өкінгенім жоқ. Иә, мінекей сөйтіп барып сол елге келіп біраз жұмыс істедік бірге. Бірге жұмыс істеген мұғалімдер Маржан бар, Қоржынбай мен істей алмадым. Қоржынбай ол кезде өмірден өтіп те кетті ғой. Иә, сөйтіп сол мен барған кезде 75 жылдары. Сосын кейін Құрбанкүл болды, Қатша апай болды, Нұрланның келіншегі. Нұрланның келіншегі. Күліш апай деген бар еді, Күліш апай деген, е? Иә, ол Күліш апай, Күліш деген апай болды. Мақсұт көкеміздің әйелі. Ол Күләш апай болды. Күләш, сосын Клара дейтін менің жеңгем болды, олар сабақ берді. Олар мен мұғалім болған жоқ, олар сабақ берді. Күләш та, Клара да, сосын кейін жаңа кім? Әбибулланың келіншегі Гүлхан апай. Бірақ кейін ол кісімен бірге жұмыстасып болдым мен жаңағы. Керуенбек ағаймен жұмыстасып болдым. Еркінбек ағай, е? Иә. Сосын мынау жаңағы Еркебай ағаймен жұмыстасып болдым. Көршім менің. Иә, Еркінбек ағаймен орыс тілінен білетін. Құлман ағай. Иә, Құлман ағай. Олардың бәрі басында сабақ пен кейінен бірге жұмыстасып болдық бәріміз. Қожа Ахмет ағай жаңағы. Еліміздегі жалғыз арғын ауылдағы. Арғын ба ол кісі? Арғын ғой ол кісі. Аға баласы деп сыйлайтынбыз, бірақ бір жағы күйеу ғой Божбанға. Сөйтіп жақсы адам еді. Құдайберген ағай бар, жас қой олар ол кезде, иә? Иә, Құдайберген бар, жас Серік ағай бар, Ұзақбай бар дегенде. Бұл жақсы жұмыс істедік қой, айтатын не керек. Мына мұғалімдердің атын айтқан сайын жаным кіріп жатыр ғой мен. Не деген керемет ұстаздар еді. Қанша бала тәрбиелеп шығарды тордан. Сол мұғалімдердің барлығы шын мәнінде беріліп жұмыс істеді. Ерескен ағай бар, Ерескен ағай. Ерескен ағай, ол кісі ұстаз болды бізге, әрімен бірге сабақ берді. Ол бәрі бірде еске түспей жатыр, бірақ дегенде
сол бірліктен шыққан барлық ұстаздарменен бірге жұмыстас болдым. Бияз айттыңыз я, кім еді осы бір намаз оқитын бір мұғалім бар еді ғой, жасырынып. Қожахмет ағай. Намаз оқитын... Қожахмет, е? Қожахмет қой жаңағы айтып отырған. Сосын кейін мен нәжеммен де бірге жұмыстас болдым. Ол бәрекелді, нәжемді айтыңыз, я. Жұмыс істеп, ол өзі бітіріп келді. Ол да жаңағы Мәншүр молданың баласы ғой, нағыз. Кейін молда болды ғой, әулие деп есептеймін мен оның негізі. Бәрекелді. Сондай, оның шөні біліп, ол нәжемнің. Әлемі жоғары кісілер ғой. Мәмет деген мұғалім болды, Мәмет. Әлайдаров. Мәмет, Қожаш ағай бар, Қожаш ағай. Қожаш ағайың бар. Мейірбек те сол кезде жұмыс істеді, Ақылбек. Художник. Художник, әр бастауыштастарға сабақ берді. Нығмет ағай бар, Нығмет ағай. Бізге де берді ғой кісілер. Мен кетіп қалғаннан кейін келді Нығмет. Бізге сабақ берді бірақ. Оны алып, мен кетіп қалғаннан кейін келді. Осындай біраз біздің жас мұғалімдермен жұмыс істеп, олар мектепте жақсы жұмыс жасады, оқушыларға білім мен тәрбиені беріп, абыройымыз болған жақсы жоғары болды, мектеп жақсы атақ алып жүрді ауданда. Олимпиада өткізілетін жаңағы өлең айтып, би билеп дегендей. Сондай мен ауданға барып, сол ылғи жаңағы бәрінен озып, қалақтағы мектеппенен 54-ші мектеппен. Біздің мектеп 55-ші мектеп жарысатын. Сол көбінесе біз алып, кейде олар алып, сол жаңағы бірінші орын сөйтіп жататынбыз енді. Ақасыз Қырашта директор болдыңыз ба? Жай мұғалім болдыңыз ба? Жоқ, мен жай мұғалім болдым Қырашта. Қырашта мұғалім болдым. Айта беріңіз, адам кеп айта беріңіз. Мұғалім болдым. Енді сол, олардың бәрі еске түсіп жатыр. Өте бір керемет жандар еді. Жаңағы, мысалы, Серікті айтуға болады, Серікті. Серік. Ол да бізге мастерскойда сабақ берді ғой, мастерскойда. Серік деген ол енді бәріміз сетімізден спортсмен болдық сол кезде. Спортсмен, сен тұр, мен атайын, бәрі Сейдіп Серіктің сондай ұйымдастырушылық қабілет жоғары болды. Ол тәрбие жөніндегі завуч болды. Орынтай ағай сізде бірге істесті ме, жұмыс істесті ме? Жұмыс істеді сол кезде. Орынтай Серіктің әйелі бар, анау атын ұмытып отырмын. Закираның ағасы Серік бар ғой жаңағы. Абдрахманов Серікті айтасың ба? Ол да бар. Жоқ, анау Қобди Серік дейтін ек қой. Хадиша. Қоспанбаев Аман ағай болды. Мұтан ағай да келді сол кезде, ар жақтан мұғалім еді, бізге келді. Бәріміз бірге жұмыстас болды. Мынау Тайырдың бір ағасы болды. Тайыр. Тайырдың ағасы болды. Ол да мұғалім еді, бірақ ол кейін ар жақтағы мектепке ауысып кетті. Мен оны танымайды екем онда. Ол көп адам біле бермейді. Біздің сол ауылда жаңағы айтып отқан 7 жылдық мектептің кезінде сол кісі істеді мұғалім болып. Керуенбек бар, жаңағы кім бар сосын? Нәбиев, Әкім ағай бар. Қашта ғой? Олар жаңағы алғашқы біздің 7 жылдық дедім ғой бастағанда. Сол 7 жылдықта жұмыс істеген мұғалімдер солар. Бірлікте істеді ма? Бірлікте істеді, бірлікте. Тән көкем істеген шығар. Тән болған жоқ. Әкім ағай болды. Әкім ағай жаңағы сосын Ұзақбай. Тайырдың ағасы атын мұққанды қалай шай.
Abdurrahim bedi unutуп калдым endi onu. Onu men естимеген экен bu kişini. Ya, ol sol keyinен nege ar jaktagı mektepte oşup ketdi Kırgengseге. Soyakta toprak büyük dururken o bir şey. Soyakta kaldı o bala. Ya. Bertin gele Jahan boldu ya. Jahan o sizlerden keyin boldu koy ya bizning kezimizde emas. Keyinroq boldu koy keyinroq. O Jahanның aldındaki boldu eken. Siz avuldan ketip kaldık koy biz de bilmeymiz koy endi. Ya o Jahanның aldında ana Nurlan degen bala boldu. Bir Bojban bala geldi neden? Krasimizden Bojban edi Abdurrahim degen kişiler olsa Abdurrahim'nin balası. Sol Bojban edi. Sol gelip istedi bir 2 yıl. Endi aham böyle jarmaymiz koy. Böyle jarmaymiz muallimler. Ayta ver. Onun aldında Manasbay ayt başlayın. Manasbay direktör oldu. Manasbay Yaldaşbay'ın balası. Manasbay direktör oldu. O da bakilik болып ketdi koy. Ketip kaldı. Sol Nurlan'dan keyin kim geldi jana? Jahan geldi avulga. Al hazır. Hazır endi Almas koy endi. Almas kayakın jigiti. Almas jan Mehmet'in balası koy avuldu koy. Barakel. Habarımız yok koymuldım. Ya Alaydar Mehmet'in balası Almas hazır direktör. Onun altında Aynur Yeran'ın kızı oldu. Ya. Jiyen. Hazır Kıraş'ta koy, Kıraş'ta ustu koy hazır. Sol Köprücül avulda direktör oldu. Sodan keyin hazır kim Almas degen bala. Zabuşu da onun hazır Jahan sol zabuş oldu Hayderen avulda. Aha endi vaqt tayap kaldı hazır simay kalığı mümkün 20 minut boptu koy. Endi barlık o kişilerde de Allah razı olsun. Ya. Жатқан жерлер жай болсын, топырақ, торқа болсын дейміз. Вақт асып кетті біраз, көрейік енді.